Қисық сызықты трапеция және оның ауданы бүгінгі біздің тақырыбымыз. Сабақты бастамас бұрын міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер, құрметті достар. Бұл мен үшін үлкен мотивация және алда әлі бұдан да қызық туындыларды салатын боламыз. Бізге мынандай сызықтар берілген. Біріншісі мына x тең 2, x тең 3, y тең 0 және функциямыз беріліп тұр, иә. Сызықтарымен шектелген қисық сызықты трапецияның ауданын табыңыз. Бірінші бұны визуально қарастырып алайықшы, көрейік біз ненің ауданын тауып жатқанымызды. Мынау графиктер. Осы төртеуінің графигі. Мына x тең 2 деген бұл x ось мына жерде орналасқан, мынау x ось. Содан 2-ні белгілейміз және осы 2 нүкте арқылы өтетін y-ге параллель түзу саламыз. Ол міне жасыл түзу тұр. Екіншісі x тең 3, яғни мына 3 нүктесіне өткен y-ге параллель, мына көк сызық. Келесі y тең 0 дегеніміз бұл ox ось болады. Яғни y осымыз мынау ғой. Осы y-тен 0-ді белгілеп аламыз, ол міне тұр. Және осыдан былай сызық сызсақ, бұл ox ойсы бұл табылады. То есть y тең 0 дегеніміз ол мына сызық. Және соңғысы бізде мынау квадраттық функция x квадрат минус 2x плюс 1. Оның графигі мына экрандарыңызда тұр, қоңыр түспен. Осы төртеуінің қиылысқан жері ол мына қисық сызықты трапеция. Және біздің мақсатымыз осы трапецияның ауданын табу. Егер трапеция болса, кәдімгі трапеция болса, онда геометриялық фигура. Онда проблема жоқ, өзінің формуласы бар, шығарамыз. Бұл жерде трапецияның бір қабырғасы кәдімгі кесінді емес, қисық сызық болып тұр. Бұның ауданын табу үшін бізге өткен сабақта өтілген анықталған интеграл көмектеседі. Жалпы оның формуласы былай. S тең төменгі шек, жоғарғы шек, содан кейін бар. Біз жоғарғыда орналасқан функциядан азайтамыз төменгі функцияны. Яғни оны мына есепте қарастыратын болсақ, 2-ден 3-ке дейін және x квадрат минус 2x плюс 1. Бұл жоғарыдағы функция дегеніміз ол мына парабола, мына сызықты айтады, жоғарыда орналасқан. Содан азайтамыз төменгі функцияны. Төменгі функция дегеніміз мына x тең, то есть y тең 0, мынау сызық. Яғни минус 0 болу керек. Бірақ мына кез келген саннан өрнектен 0-ды азайтсақ, соның өзі болады ғой. Сондықтан 0 жазбасақ та болады. Яғни x квадрат минус 2x плюс 1 dx деп қаламыз, қарастырамыз. Жалпы бізге мынандай сызықтар берілсе, онда x тең десе, значит, бұл бізде кішкентайсы төменгі шегі болады, ал үлкенін жоғарғы шек болады. Ал y тең деп басталса, онда f от x, y тең, бұл екеу функция болады, бірінен екіншісін азайтуымыз керек. Ал есептеп көрейік. Интегралдаймыз. X куб бөлу 3, азайту x квадрат, қосу x. Так, 2-ден 3-ке дейін болады. Интегралдап болдық. Енді 3-ті қоямыз x-тің орнына. 3-тің кубы бөлу 3, азайту 3-тің квадраты, қосу 3. Азайтамыз. Азайтқан кезде жақшаға алыну керек міндетті түрде. 2-нің кубы бөлімінде 3, азайту 2-нің квадраты, қосамыз 2. 3-тің кубы 27, 27-ні 3-ке бөлсек 9 болады. Так, мына 9-ға тең екен. Минус, мына 9. Так, мына жерге бірден жазып кетейік. 9, азайту 9, қосу 3. Минус, мынау 8 бөлу 3 болады. Бірден жақшаны ашайын. Минус 4 плюс 2. Так, мына 9 пен 9 кетеді. Қалған не болды бізде? 3 минус 4
бұл минус 1 болады. Минус 1 плюс 2 1-ге тең. 1-ден азайтамыз 8 бөлу 3-ті. Так, стоп. Мына жерде біз таңбаларды ауыстырмаппыз. Мына жерде 4-тің таңбасы плюс болады. Өйткені мына жер минус қой. Жақшаның алдындағы минус пен плюс болады. Және 2-нің таңбасы плюс, ол минусқа айналады. Сонымен мына жерде 1 емес. Так, 3-ке 4 қоссақ 7. 7-ден 2-ні азайтсақ 5. Ортақ бөлім 3. Енді 3 алымында 15, азайту 8. 7 бөлу 3. Немесе 2 бүтін 3-тен 1. 2 бүтін 3-тен 1. Мынау жауап болады. Яғни, мына трапецияға, осы қисық сызықты трапециямызға 2 бүтін 3-тен 1 бірлік сыйдыруға болады. Жақсы, келесі. Келесінде y тең 0 және y тең 1 минус x квадрат функциялар берілген. Осылармен шектелген фигураның ауданын табуымыз керек. Бұл жерден қараңыздар, қисық сызықты трапеция көріп тұрған жоқпын. Бұлармен шектелген, яғни y тең 0 дегеніміз ол мына сызық. Параболамыз мына көрініп тұр, парабола. Олармен шектелген жер күмбез. Яғни мына фигураның ауданын табуымыз керек. S тең интеграл төменгі шегі минус 1, жоғарғы шегі 1. Ал енді осы жерде сұрақ туындайтын, төменгі жоғарғы шегін табу үшін міндетті түрде график салу керек па? Жоқ, керек емес, оқушылар. Бұл минус 1 плюс 1-ді табу үшін мына екеуді y тең деп тұр ғой. Бір-біріне теңестіре саласыздар, болды. Яғни 0 тең 1 минус x квадрат. Осы жерден x квадрат дегеніміз x квадрат дегеніміз 1-ге тең болады. Бұл жерден x-ті табатын болсақ, плюс минус 1-ге тең болады. Міне, плюс минус 1 шықты. 1 минус x квадрат dx. Осыны есептесек, аудан шығады. Интегралдаймыз x минус x куб бөлімінде 3 болады. Және шектерін қойып, минус 1-ден 1-ге дейін. Алдымен жоғарыдағы 1-ден бастаймыз. 1 азайту 1 бөлу 3. Азайтамыз. Жақша ішінде енді минус 1-ді қойып. X-тің орнына, минус 1, минус 1-дің кубы бөлімінде 3. Тең. Так, 1-ден 3-тен 1-ді азайтсақ, 2 бөлу 3 болады. Жақшаны ашамыз. Мына минус пен минус плюс 1. Минус 1-дің кубы минус 1-ге тең. Ол алдындағы минус пен плюс болады. Еще мына минус пен минус болады. Минус 1 бөлу 3. Тең. Так. 3-тен 2 минус 3-тен 1. Бұл не болады? Ол бізде 3-тен 1-ге тең болады. Оны және 1-ге қосатын болсақ, 1 бүтін 3-тен 1-ге тең. Немесе 3-тен 4 деп жазсақ та болады. Жауап. Келесі. Y тең 5. Y тең 5 дегеніміз ол мына сызық. Y осінде 5 деген нүкте арқылы өтетін және X-ке параллель болған сызық. X тең минус 3. Ол көкпен сызылған, міне тұр. Минус 3 және кубтық парабола берілген. Минус X куб. Осылармен шектелген фигурамыз ол өтте мұны жіңішке кеткен мұны трапеция ғой. Трапеция емес, бұл трапецияға ұқсамайды. Үшбұрыш. Тік бұрышты үшбұрыш. Бір қабырғасы қисық. Так, міне осы фигураның ауданын табуымыз керек. Кеттік. Так, бізде минус 3 берілген. Бұл төменгі шегі, Төменгі шегі минус 3. Ал жоғарыдағы шек ол міне тұр. Мынау нүкте. Бұл нүкте нешеге тең екендігін табуымыз керек. Ол үшін біз мына екеуін бір-біріне теңестіруіміз керек. Яғни y-терді теңестіреміз. Мына y-ті, мына y-ке. Минус x куб тең 5-ке. Сонда x кубымыз минус 5-ке тең болады.
Ал x-іміз минус куб түбір астында 5. Так, минус куб түбір астында 5. Бұл бір түрлі сан шығып кетті, иә? Жақсы. Жоғарыдағы функциямыз бұл минус x куб. Төменгі функциямыз 5 болады. Яғни, мынадан азайтамыз мынан. Қайсысы жоғарыда тұр, сол бірінші жазылады. dx тең минус x кубтың алғашқы функциясы, яғни интегралы минус x-тің 4 дәрежесі бөлу 4 азайту 5x. Так, x-тің орнына қоямыз. Бірінші шегін жазып қой, минус 3-тен минус куб түбір астында 5-ке дейін. Минус x-тің орнына минус куб түбір астында 5-тің 4 дәрежесі деп жазамыз. Бөлімінде 4 азайту 5 көбейту куб түбір астында, жоқ, минусын тастамайық. Минус куб түбір астында 5. Азайтамыз. Енді төменгі минус 3-ті қоямыз. Минус жақша ішінде минус 3-тің 4 дәрежесі бөлімінде 4 азайту 5 көбейту минус 3. Үлкен жақшаны жабамыз. Енді есептейік. Так, мынау минустың жұп дәрежесі, яғни 4 дәрежесі плюсті береді. Плюсті береді. Так, оны біз жазамыз. 5 куб түбір астында 5 деп жазуымызға болады. Минусты минусқа көбейтсек плюс, яғни плюс 5 куб түбір астында 5-ке тең. Дальше. Так, бірден жақшаны ашайын, иә? Минус пен минус плюсті береді. Плюс минус 3-тің 4 дәрежесі плюс 81 бөлімінде 4. Минус 5-ті минус 3-ке көбейтсек плюс 15 болады. Алдағы минус пен минус 15-ке тең. Ортақ бөлім. Мына екеуін бір ықшамдап жіберейік. Так, мынаны 4 беретін болсақ 20 болады. 20-дан 5-ті азайтсақ 15 куб түбір астында 5 бөлу 4. Ары қарай мынаған 4-ті көбейтейік. Онда плюс 4-ті 15-ке көбейтсек 60, 81-ден 60-ті азайтсақ 21 бөлу 4. Сонымен жауабы 15 куб түбір астында 5 плюс 21 бөлімінде 4. Мына тапсырмалар сіздерге арналған. Шығарып көріңіздер, оқушылар. Амандықта жүздескенше сау, саламат болыңыздар.